күн, құрметті көрермендер, арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз өте жұмсақ, дәмді әрі тез дайындалатын тоқаш дайындайтын боламыз. Ал енді бастайық. Тоқашымызды дайындау үшін ең алдымен сүтті жылытып аламыз. Оның үстіне сары май, жұмыртқа, қант, дрожж қосып, жақсылап араластырамыз. Үстінен ұн қосып қамыр илейміз. Қамыр көтерілгенше бұқтырып қоямыз. Қамырымызды кішкентай қылып бөліп тоқаш дайындаймыз. Дайын болған тоқаштарымызды листқа қойып, үстінен жұмыртқа жағамыз. Духовкада 200 градуспен 20-25 минут пісіреміз. Астарыңыз дәмді болсын. Рецепт ұнаса, лайк басып, қолдау көрсетіп отырыңыздар. Келесі көріскенше сау болыңыздар.